Саламатсыздар құрметті көрермендер. Осы видеода білім инновация лицейге дайындалу ретінде біз бұрынғы өткен емтихандарды талдаймыз. Себебі жылдан жылға сұрақтар қатты өзгермейді. Бірінші есттен бастайық. Дамир тирге әкесімен бірге барды. Шарт мынандай болды. Дамир 5 рет атады және де әр тигізген оқ үшін тағы да 2 рет атуға мүмкіндік алады. Барлығы Дамир 25 рет атты. Ол қанша рет дәл тигізді? Негізі осы есепті шығару үшін біз теңдеуді жасаламыз, бірақ оны жасамауды болады. Дамирға 5 рет атуға берді. Сол барлығы 25 рет атты. Дегенмен Дамирге тағы да 20 рет атуға берді. Так, шарт мынандай болды. Әр тигізген оқ үшін тағы да 2 рет атуға мүмкіндік берді. Сонда ол бонус 20 рет атса, дегенмен біз 20-ны 2-ге бөлеміз. Сонымен бізде 10 шығады. Міне мысалы тексерейік. Міне алғышы 5 рет берді. Сосын қосу. Әр тигізген оқ үшін оған тағы да 2 рет берді. Сол үшін 2 көбейту 10 жасасақ, бізде болады 25. Дегенмен жауабы 10 дұрыс болады. Ал жауабы Б болады. Екінші есеп. Бірінші ай завод жоспардың 10%-ын орындады. Ал екінші ай жоспардың 25-ін 7 бөлігін орындады. Заводқа жоспардың қай бөлігін орындауға қалды? Так, негізі біз бөлшекті пайызға айналдырамыз, немесе пайызды бөлшекке айналдырамыз. Бірақ былай қарасақ жауаптарға бізге именно бөлшек керек. Дегенмен біз пайызды бөлшекке айналдыру керекпіз. Жарайды, енді бастаймыз. 10%-ды біз бөлшек ретінде қалай жаза аламыз? 10%-ды біз оны 10-нан 1 бөлшек ретінде жаза аламыз. Так, енді бізге завод жоспардың неше бөлігін орындады екенін табуға керек. Ол үшін біз 10-нан 1-ді 25-тен 7-ге қосамыз. Енді ортақ бөлгіш табайық. Так, былай қарасақ, бізде ең кішкентай ортақ бөлгіш бізде болады 50. 25-тен 50 шығару үшін біз оны 2-ге көбейтеміз. 10-нан 50 шығару үшін біз оны 5-ге көбейтеміз. Сонда бізде шығады 50-ден 5 қосу 50-ден 14. 14 пен 5-ті қосамыз, бізде шығады 19. 50-ден 50 шығады. 50-ден 19 шығады. Сонда жауабы болады Д. Ақтөбе мен Орал қалаларының арақашықтығы 450 км. Осы екі қаланың арақашықтығы масштабы 1-ден 7 миллион 500 мың картада неше сантиметр болады? Бұл бізде масштаб тақырыбы. Бұл да емтиханда кездесуі мүмкін. Мен біраз концепті түсіндірейін. Себебі кейбір балалар білмейтін шығар. Так, ал енді түсіндірген дейін біз осыны километрге аударамыз. Міне бізде сол жақта 1 сантиметр, ал мұнда бізде 7 миллион 500 мың сантиметр. Біз бірінші 7 миллион 500 мың сантиметрді километрге айналдыру керекпіз. Ол үшін не істейміз? Бізде 1 метр. Бірінші біз метрге айналдырамыз. Бізде 1 метр 100 сантиметрге тең болады. Сондықтан 7 миллион 500 мың сантиметрді метрге айналдыру үшін біз оны 100-ге бөлеміз. Яғни 2 нөлді аламыз. 2 нөлді алған соң бізде болады 75 мың метр. 75 мың метрді километрге айналдырамыз. 1 километрде бізде 1000 метр болады. Енді тақырыпты түсіндірейін. 1-ден 75 дегеніміз не? Сол жақта бізде 1 сантиметр, ал оң жақта бізде 75 километр. Негізі міне қарасаңыз, Ақтөбеден Оралға дейін бізде 450 километр. Енді елестетейік. Бұл 450 километрді біз қалай картаға сыйғыздырамыз мысалы? Или мысалы навигаторға қалай сыйғыздырамыз? Ол үшін біз масштаб тақырыбын қолданамыз. Так, яғни міне мысалы қараңыз. Мысалы білмеймін, бірінші қала, екінші қала. Енді олардың арық қашықтығы 75 километр болсын, е? Не бізде жаздың ғой? 1-де 75 километр. Ол нені білдіреді? Мынау 75 километр бізде картада 1 сантиметр сияқты болады. Сондай міне бізде тақырып. Енді мынау ара қашықтығы
картаға сыйғыздыру үшін 405 километр картада неше сантиметр болады? Ол үшін біз просто 450-ді 75-ке бөлеміз. Так, 75-ті 6-ға көбейтсек. Аха. Так, бізде шығады 6. Сонда картада 6 сантиметр бізде тең болады 450 километрге. Так, сонда бізде жауабы болады С. Ал енді есептейік. Бірінші біз бүтін сандарды алайық. 9-ды 7-ге көбейтеміз. Бізде болады 63. 63-ке 2-ні қосамыз. Так, сонда бізде мұнда 65 болады. Көбейту. 5-ті 1-ге көбейтеміз. Так, 5 қалады. 5 қосу 2 бөлінген 5. Так, сонда мұнда бізде 65 бөлінген 7 көбейту 7 бөлінген 5. Так, енді бірінші мынаны шығарамыз, сосын 13-ке бөлеміз. 65 5-ке қысқартыла алады. Мұнда 1 болады. Так, 65-ті 5-ті бөлсек, бізде болады 13. 7-ні 7-ке қысқартамыз. 1-де 1 қалады. Сонда бізде қалады 13. Только 13 қалады. Сосын 13-ті 13-ке бөлеміз. Бізде болады 1. Сонда жауабы болады А. Келесі есепті қарастырайық. Мынау саны 3-ке және 2-ке бөліну үшін жұлдызшаның орнына қандай цифр қою керек? Енді қарасақ, біз нені білу керекпіз? Біз қандай сандар 3-ке, қандай сандар 2-ке бөліне алатын екенін білу керекпіз. Сол үшін бізде ереже бар. Қандай сандар 2-ке бөліне алады? Егер осы сандардың бірі санның соңында болса, ол сан 2-ке бөліне алады. Мысалы, 3742 2-ке бөліне алады. Себебі мұнда соңында 2 тұр. Ал мысалы 56731 2-ке бөліне алмайды. Себебі мұнда соңында бір тақсан тұр. Ал енді қандай сандар 3-ке бөліне алады? Оны табу үшін мен кез келген санды жазайын. Мысалы 4251. Енді біз осы әр санды 4, 2, 5, 1 олардың қосу керек. Енді бізде сондай әдіс. Оларды қосамыз. Бізде мұнда болады 6, мұнда болады 6, сонда бізде шығады 12. Так, енді қарасақ, 12 3-ке бөліне алады ғой. Сондықтан мынау сан тоже 3-ке бөліне алады. Мысалы, мұнда 3 тұрса, так, мен қайтадан қосамын. Так, мұнда 6, мұнда 8. Сонда бізде шығады 14. 14-ті 3-ке бөле алмаймыз. Сондықтан мынау сан 3-ке бөліне алмайды. Так, енді біз жұлдызшаның орнына бір сан қою керекпіз. Ол санды қойған соң, осы толық мәні бізде 3-ке және 2-ке бөліну керек. Просто жауаптардан қараймыз енді. Мысалы, мен аны алайын. Айтпақшы, мұнда сразу қарауға болады. Мұнда сразу тақсандарды алуға болады. Өйткені 2-ке бөлу үшін бізге жұп сан болу керек соңында. Сол үшін 3-ті және 5-ті аламыз. Сонда бізде 3 вариант қалады. 0-ді қояйын мысалы. Мұнда бізде болады 5 қосу 7 12 болады. Сосын қосамыз, 16 болады 18. 3-ті қосамыз, бізде болады 21. 21 қосу 4 бізде болады 25. Қосамыз 0, тоже 25 қалады. Так, енді 25 3-ке бөліне алмайды қалдықсыз. Сол үшін мынау жауап бізге келмейді. Келесі қараймыз 4-ті. Біз просто 25-ке 4-ті қосамыз, бізде 29 шығады. Енді 8-ді қараймыз. 25-ке 8-ді қосамыз, 33 қалады, сонда 33 шығады. 33 3-ке бөліне алады. Сол үшін бізге 8 келеді. Енді мынау сан 2-ке бөліне алады және 3-ке бөліне алады. Жауабы болады бізде Е. X-ның қандай мәні төмендегі теңсіздікті қанағаттандырады? Ең біріншісі біз ортақ бөлгіш табамыз. Ортақ бөлгіш ең кішкентай бізде келеді 128. Так, біз просто 64-ті 2-ке көбейтеміз. Сонда бізде шығады как раз 128. Так, 2-ке көбейтеміз. Сонда бізде үстінде болады 6. Так, енді
біраз ыңғайлы болып кетті. X-ның орнына қандай мән келеді? Жауаптардан қараймыз. Мұқият қарасақ бізде сразу E келмейді. Себебі сол жақта тұрған бөлшектен ол кем болады. Так, мысалы D-ні қарастырайық. Оған енді ортақ бөлгіш табу керек. Ол 128 болады. Так, сонда 2 көбейтеміз. Мұнда бізде болады 128-ден 10. Ол бізге келмейді. Себебі оң жақтағы тұрған бөлшекпен бірге тең болады. 16-тан 128-ді шығару үшін біз 8-ге көбейту керекпіз. Үстінде болады 8, астында 128. Ал енді осы вариант бізге как раз келеді. Сол жақтағы тұрған бөлшектен артық болады, және оң жақтан тұрған бөлшектен кем болады. Сонда бізде жауабы болады Б. Келесі есепке көшейік. Мынау бөлшекті қысқартуға керек. Так, бізде емтиханда калькулятор болмайды. Сол үшін бір ыңғайлы тәсіл табу керекпіз. Ол үшін жауаптардан қараймыз. Бірақ біз жауаптардан қарасақ та біраз уақытын алады осы есеп. Сол үшін біз тез бөлу керекпіз. Так, енді біз мысалы 3953-ті 87-ге бөлу керекпіз. Және 871-ді мысалы 21-ге бөлу керекпіз. Бірақ мен ойымша біз астыңғы санды бөлу керекпіз, себебі үстіңгі сан бізде дөп-дөкей. Сол үшін астындағы санды бөлеміз. Так, 871-ді 21-ге бөлеміз. Егер бізде жауапта толық сан шықса, дегенмен ол жауап мүмкін келетін шығар. 21-ді 4-ке көбейтуге болады. Сонда бізде болады 84. Бізде болады 31. Так, 31. Бізде қалдықпен шығады. Сол үшін А вариант бізге сразу келмейді. Так, бізде тағы да қалдық шығады. Бізде 9-да берсек те бізде 99 шығады. Бұл есептен негізі тез бөлу керек. Себебі бізде бір сұраққа примерно 1,5 минут кетіру керекпіз. 18 қарайық. Так, 18 біз 5 көбейте аламыз. Сонда бізде біз 1 көбейте аламыз. Сонда так, 14 көбейтсек шығады 8 көбейтсек шығады 32. Олардан қосады 72. 72. Онда так, сонда бізде минус 15. Так, 180. Так, 10 көбейтсек 180 болады. Олардан көбейтсек 180. Минус 8. Сонда шығады 162. Жоқ бізге. Так, логически ойласақ бізге келмейді. D-ні қарастырайық. 13-ті мысалы 6-ға, так, вроде 6-ға көбейтуге болады. 10-ды 6-ға көбейтеміз 60 шығады. 3-ті 6-ға көбейтеміз 18 шығады. Сонда бізде болады 78. Так, 78 шығады. Бізде мұнда болады 91. 13-ті как раз 7-ге көбейтуге болады. 91 минус 91. Бірақ мен ойымша біз ені қарастыруға керекпіз. Ну, на всякий случай. Так, 96, 54, 114 шығады, по-моему. Ну, короче, келмейді бізге. Мысалы, Е шықса ғой, бізде екі вариант болса, сонда бізге үстіндегі тұрған мәнді бөлу керек еді. Тексеру үшін. Бізге повезло, сол үшін біз D варианты аламыз. Төменде берілген сандардың қайсы 9-ға қалдықсыз бөлінеді. Мынау қарастырған есеп сияқты. 3-ке ұқсас негізі. Біз барлық сандарды қосамыз. Мысалы А-ны аламыз. 1 қосу 3 қосу 1 қосу 4 қосу 8 қосу 4. Мұнда бізде болады 4. 8-ді 4-ке қосамыз. Бізде болады 12. Так, 4-ді 5-ке 9 шығады. 9-ды 12-ке қоссақ, бізде 21 шығады. Енді 21 бізге 9-ға қалдықсыз бөліне алмайды. Дегенмен, бұл жауап бізге келмейді. Солай біз жауаптардан қарастырамыз. Ені қараймыз мысалы. 3 қосу 1, қосу 0, қосу 5, қосу 9, қосу 0. 3-ке 1 қосамыз, бізде 4 шығады. 0-ге 5 қосамыз, бізде 5 шығады. Так, сосын 9 қосамыз. Так, мұнда бізде 9 болады. 9-ға 9 қоссақ, бізде шығады как раз 18. 18 бізде 9-ға қалдықсыз бөліне алады. Дегенмен, осы сан 9-ға бөліне алады. Так, осы есепті қарастырайық. Үстіндегі шығарайық. Жауаптарда бізде негізі бөлшектер тұр. Сол үшін біз ондық бөлшектерді бөлшектерге айналдырамыз. 48-ді 10-ға бөлсек, бізде 4,18 шығады. Енді ыңғайлы болу үшін
мынау бүтін сандарды аламыз. Алдындағы тұрған 5-ті 5-ке көбейтеміз, бізде шығады 25. 25-ке 2-ні қосамыз, бізде шығады 27. Сонда 27 бөлінген 5. Енді 5-ті 1-ге көбейтеміз, бізде шығады 5. 5-ке 4 қосамыз, бізде шығады 9. Үстінде 9, астында 5. Ең алдымен бізде бөлу орындалады. Мынау бөлу көбейтуге ауыстырады, сосын мынау 9-да 5 орындарымен ауыстырады. 9-дан 5. Так, енді 5-ті қысқартамыз. Мұнда 1, мұнда 1. 27-ні 9-ға қысқартамыз, мұнда 3 шығады, мұнда 1. Так, сонда бізде мұнда қалады тек қана 1. Ой, 3 бізде қалады. 3 бөлінген 1. Енді бізде ортақ бөлгіш болу керек. Ең кішкентай бізде болады 10. Сол үшін 10-ға көбейтеміз. 10-нан 48 минус 10-нан 30. Сонда бізде тең болады 10-нан 18. 2-ке қысқартамыз. Мұнда бізде болады 9. Астында бізде болады 5. Сонда бізде шығады 5-тен 9. Так, солай жазамыз енді. 5-тен 9 деп. Астындағы шығарамыз. Бірақ ең алдымен біз ондық бөлшектерді жай бөлшектерге айналдырамыз. Так, 2,4-ті біз 24 бөлінген 10 ретінде жаза аламыз. Давайте оны сразу қысқартамыз 2-ке. Мұнда бізде болады 12, мұнда 5. Так, көбейту 8-ден 7, көбейту 10-нан 15. Оны да тоже сразу қысқартуға болады. Так, 15-ті 5-ке қысқартамыз, мұнда 3 шығады. 10-ды 5-ке қысқартамыз, бізде 2 шығады. Так, сонда мұнда мұқият қарасақ, 8 және 12-ні қысқарта аламыз. 4-ке, сонда мұнда 3 болады, мұнда 2 болады. Так, 3-ті 7-ке көбейтеміз. Мұнда бізде болады 21. 5-ті 2-ке көбейтеміз, бізде шығады 10. Сонда бізде болады 10-нан 21. 10-нан 21-ді біз 2-ден 3-ке көбейтеміз. Сонда бізде шығады 63 бөлінген 20. Толық қарасақ, бізде үстінде болады 5-тен 9, аласында бізде болады 20-дан 63. Ыңғайлы болу үшін біз оны 5-тен 9, так, осы бөліні осылай жаза аламыз. Ой, бөлінген 20. Так, бөлу көбейтуге ауыстырады, сосын 63 және 20 орындарымен ауысады. 5-тен 9 көбейту 63-тен 20. Так, енді осы мәндерді қысқарта аламыз. 63 9-ға қысқартылады. Сонда бізде болады 7 мұнда. 5-ті 20-ға қысқартамыз. 20-ны 5-ке қысқартамыз. Бізде мұнда болады 4. Сонда бізде қалады тек қана 7-ден 4. Так, қарасақ, мұндай жауап бізде бар. Д вариант. Суретте О нүктесі екі шеңбердің центрі АБ тең 14 см, СД тең 3 см, дөңгелектің боялған бөлігінің ауданы табыңдар. Так, бұл бізде шеңбердің ауданы тақырыбы. Бұл негізі жиі кездеспейді, бірақ ол да негізі кездесуі мүмкін. Сол үшін ол сұраққа дайын болу керекпіз. Бізге негізі бір формуласы керек. Шеңбердің ауданын табу үшін осы формуланы қолданамыз. S тең π көбейтілген R екінші дәрежеде. Пи негізі осылай қалдырамыз. Ол негізі маңызды емес. Бізге ең маңызды радиус бөлу керек. Так, радиус дегеніміз не? Мен мысалы шеңбердің центрі мұнда болсын. Шеңбердің центрі бізде О болсын. Не, қабырғасында бір точканы саламыз. Сосын осында точка саламыз. Егер бір сызық центрінен өтсе, бір қабырғасынан басқа қабырғасына, мен мысалы қабырғасы А, қабырғасы Б. Егер бір қабырғасынан басқа қабырғасына барса, центрінен, именно вот центрінен өту керек. Сол сызық бізде диаметр деп аталады. Так, ал радиус бұл диаметрдің жартысы. Мүмкін біраз балалар осы тақырыпты ұмытып қалды, сол үшін қайталап жүрмін. Енді қарасақ, бізге айтып жүр АБ тең 14 дегенмен диаметр бізде 14 болады. Сразу радиус табайық. Радиус табу үшін біз диаметрді 2-ге бөлеміз.
бізде шығады 7. Енді боялған бөлігінің ауданын табу үшін біраз логика керек. Кемнен қарасақ, бізде CD бізде 3 болады. Мысалы мұнда бір точканы салайын. Мынау точка бізде Е болады. Ал мынау точка мысалы бізде F болса, А-дан Е-ға дейін бізде тоже 3 болады. Және Б-дан F-ға дейін бізде тоже 3 болады. Ал енді мұнда қарасақ, басқа түспен салайыншы. Енді Е10 ұзындығы табу үшін біз білеміз, радиусы бізде 7, ал мынау АЕ бөлігі бізде 3. Дегенмен біз 7-ден 3 аламыз, бізде 4 болады. Сонда бізде ЕО 4 болады. Оны не үшін таптық? Бізде ОФ бізде тоже 4 болады. Дегенмен біз осы кіші дөңгелектің диаметрін таптық. Немесе радиус бізде 4 болады. Диаметр 8, радиус 4. Ал енді біз мынау кішкентай дөңгелектің ауданын таба аламыз. Оның ауданын тапсақ, біз үлкен дөңгелектің, боялған бөліктің ауданын таба аламыз. Пи көбейту, радиус бізде 4. Бірақ 4-ті екінші дәрежеге қоямыз. 4-ті 4-ке көбейтеміз. Бізде болады 16. Сонда біз осы кіші дөңгелектің ауданын таптық. Оның ауданы 16 болады. Осы есепті салайыншы. Ауданы бізде болады 16 пи. Осы бөлікті қалай таба аламыз? Ол үшін үлкен дөңгелектің ауданын табамыз. Сосын кіші дөңгелектен аламыз. Оны азайтамыз оларды. Ал бізде СК деп болсын. Кішкентай аудан. С үлкенін табу үшін біз қайтадан қараймыз есептің шартына. АБ бізде 14. Дегенмен осы үлкен дөңгелектің радиусы бізде 7 болады. Ал енді 7-ні формулаға қоямыз. 7 квадрат. 7 квадрат 7-ге көбейтеміз. Бізде шығады 49. Сонда бізде шығады 49 пи. Все, енді 49-дан 16 аламыз. 16 аламыз. Сонда бізде шығады 33. И қасына жазамыз пи. Сонда бізге келеді С вариант. Ал бізде срочное включение. Негізі өткен есеп бізде соңғы есеп болу керек еді. Бірақ мен комментарий оқыдым. Бір кісі жазған. Ол кісіге осы логикалық есептер шығару қиын. Осы суретте неше шаршы бар, суретте неше үшбұрыш бар деген есептерді шығару қиын дейді. Бізде осындай есептерді шығару үшін бір тәсілі бар. Ең алдымен шаршыға байланысты есептерді қарастырайық. Бірінші біз кішкентай шаршыларды санаймыз. Міне мұнда бізде 5 үстінде тұр. Мұнда бізде 4 тұр. Мұнда 3. Мұнда 2. Мұнда 1. Оларды қосайық. 5 қосу 4. Қосу 3. Қосу 2. Қосу 1. 5 4-ке 9. 3-ке 12. 12 2-ке қосамыз. Бізде 4 шығады. 14. 15 бізде болады. Сонда бізде 15 кішкентай шаршы бар. Бірақ бізде тағы да үлкен шаршылар бар. Мұнда жазайын 15 деп. Біз еще осындай шаршыларды қарастыруға керекпіз. 2-ден 2. Осындай бізде неше шаршы бар? Осындай түсті алайын. Міне, бізде мұнда 1. Сосын келесін қараймыз. Міне мұнда бізде 2-ші. Мұнда қараймыз, бізде мұнда 3-ші. Осылай сана аласыз. Осылай жазып басқа түсті алайын. Мұнда бізде тағы да 1. Тағы да 1. Соңғы бізде не? Енді санайық. Сары бізде 3, көк бізде 2, және қызыл бізде 1. Сонда бізде 6 болады. Сонда міне 2-ден 2 бізде 6 болады. 3-те 3 қарастырамыз. Бізге только бір вариант келеді. Осындай. Қазір. Осындай вариант келеді только. И все. Мұқият қараңдар осы есептерді. Фантазия керек, воображение, критическое мышление керек осындай логикалық есептерге. Мұқият қараған соң біз барлығын қоса аламыз. 15 қосу 6 бізде 21 болады. 21 қосу 1 бізде 22 шығады. Жауабы бізде болады Д. Келесі бізде үш бұрыштар. Негізі осы есепті біз өткен есеп сияқты шығара аламыз.
міне мында бір-бірден санаймыз, осылай санай аламыз. Так, осылай, міне осылай. Сонда бізде ақырындап шығады. Мысалы басқа есепті қарастырайын, біраз күрделі есеп. Так, оны мен интернеттен алдым, бұрынғы емтихандарда тапқан жоқпын, именно үшбұрыштарға есеп. Сол үшін осыны алдым. Ең бірінші біз бір-бірден санаймыз. Міне мында бір. Сонда бізде 8 үшбұрыш шығады. Так, жазамыз 8-ді. Енді 2-ден санаймыз. Міне осылай. 2 үшбұрыш. Сағат тіл бойынша барайық. Осылай ыңғайлы болады. Яғни міне осы сызықтан бастаймыз. Міне бізде сонда 2 үшбұрыш. Так, мынау бізде 1. Келесі барамыз. 2. Келесі қараймыз. Мынау бізде уже 4 бұрышты фигура. Мынау фигураны біз санамаймыз. Себебі бізде үшбұрыштар сұрап тұр. Сол үшін ол бізге келмейді. Так, бізде уже 2 шықты. Міне бізде 3-ші. Мынауды біз санамаймыз. Так, мынау бізде 4-ші. Мынау бізде 5-ші. Так, және мынау фигураны біз санамаймыз. Өйткені ол 4 бұрышты фигура. Сонда бізде 5 шығады. Енді 3 бұрышты санайық. Так, мынадан бастайық. Мынау бізде бірінші болады. Мынау бізге келмейді. Так, мынау бізге келмейді. Мынау бізге келмейді. Мынау бізге 2 фигура болады. Мынау бізге келмейді. Мынау бізге келмейді, ол 4 бұрышты. Так, сосын ары қарай қайталап жүр. Сол үшін қосу 2-ні жазамыз. Енді 4 үш бұрышты санайық. Мынадан бастайық. Санаймыз 4 үш бұрышты. Міне мұнда тұр. Так, мынау бізде 3 бұрыш болады, иә. Сол үшін. Так, бірінші. Есіне сақтаймыз. Әрбір санаймыз соларды. Так, мынау бізде 2-ші. Мынау бізге келмейді фигурасы. Так, мынау бізде 3-ші. Ал мынау бізде 4-ші. Мынау бізде 5-ші. Мынау 6-ші болады. Ал мынау 7-ші болады. Так, бізде уже 7 шықты. 4 үш бұрыштан. Енді, так, ары қарай 5-ті шығара алмаймыз. Себебі біз қалай жазсақ та бізде бәрібір 4 бұрышты фигура шығады. Сол үшін 5 уже келмейді бізге. Бізде ең үлкені бізде тағы да 1 бар. Мынаны біз санаймыз. Сонда осы 1. Сонда бізде толық жауабы бізде шығады 23. Осы видеоны көрген үшін сізге көп рахмет. Сізге өте ризамын. Негізі мен 2 видеоны салу керек едім. Бірақ біраз қиын болып жүр. Осы видеоны түсіру, сосын монтаж етуге біраз күн алады. Уақытым жетпейді. Сол үшін екінші видеоны үлгермей жүрмін соған. Сізге келе жатқан емтиханда сәттілік тілеймін. Бәрі жақсы болады. Рахмет. Сау болыңыз.